Сәлеметсіздер ме? Ой түрткі. Ребусты шешіңіз. Ребусты шешу арқылы бүгінгі сабақта не туралы айтатынымызды болжайсыз. Ребустың жауабы тіл мәселесі. Сабақтың тақырыбы алаш қайраткерлері тіл мәселесі туралы. Сабақ мақсаты берілген тақырып бойынша стильдік және жанрлық ерекшеліктерін сақтай отырып, кемінде 80-100 сөзден тұратын шолу жазады және жазба жұмысында ойын жеткізу үшін кемінде 2-3 мезгіл бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемді орынды қолданады. Жаңа сөздер. Оқушылар жаңа сөздермен танысады, сөздік дәптеріне жазып алады. Мәтіналды жұмыс. Ой түрткі. Бұл тұлғалардың ортақ мақсаты не болды деп ойлайсыздар? Неліктен алаш арыстары бірінші кезекте әліппе мен оқулық жасауға көшті? Егер осы зиялылардың арманы орындалса, бүгінгі қазақ тілінің деңгейі қандай болар еді? Оқушылар өз жауаптарын айтады. Мәтінмен жұмыс. Бірінші тапсырма. Мәтінді мұқият оқыңыз. Оқушылар алаш зиялыларының тіл туралы аманаты мәтінімен танысады. Екінші тапсырма. Алаш арыстарының идеялар картасын толтырыңыз. Шарты. Мәтінді басшылыққа ала отырып, әр тұлғаның негізгі идеясын анықтаңыз және сол идеяның орындалу мақсатын білдіретін мезгіл бағыныңқылы құрмалас сөйлем құрастырып жазыңыз. Оқушылар мәтіннен әр тұлғаның басты идеясын дұрыс іріктеп жазады, мезгіл бағыныңқылы сөйлем құрылымын дұрыс қолданады, сөйлемдердің мағыналық тұтастығын сақтайды. Өз жауаптарын ықтимал жауаппен салыстырады. Үшінші тапсырма. Алаш аманаты ұлттың өміршеңдігі тақырыбында шолу жазыңыз. Жағдаят. Сіз Алаш журналының жас шолушысысыз. Сізге алаш қайраткерлерінің тіл туралы жазбаларын талдап, оқырманға олардың бүгінгі таңдағы маңыздылығы туралы шолу жазу тапсырылды. Талаптар. Жанр. Шолу. Көлемі 80-100 сөз. Грамматика. Кемінде 2-3 мезгіл бағыныңқылы құрмалас сөйлемді қолдану. Оқушылар шолудың құрылымын сақтайды, алаш арыстарының кемінде 2 пікіріне сүйеніп өз көзқарасын білдіреді, мәтін ішінде 2-3 мезгіл бағыныңқылы сөйлемді орынды қолданады, сөз саны 80-100 сөз талабын орындайды. Өз жауаптарын ықтимал жауаппен салыстырып көреді. Мәтін соңы жұмыс. Төртінші тапсырма. Алаш аманаты кемесі. Болашаққа сапар. Жағдаят. Суреттегі кеме алаш арыстарының бізге қалдырған тілдік мұрасы. Ол өткен ғасырдан жаңа заманға қарай жүзіп келеді. Тапсырма шарты. Суреттегі ерекшеліктерді пайдаланып, алаш арыстарының тіл туралы ойларын мезгіл бағыныңқылы сөйлемдермен сипаттаңыз. Сөйлемді мына үлгілермен бастаңыз. Кеме өткен заманнан болашаққа бет алғанда не болады? Тілдің рөлі қандай? Біз технологиямен жаңа заманға қарай жүзген сайын ана тіліміздің тағдыры не болмақ? Алаш арыстары қалдырған білім мен қолжазбаларды оқығаннан кейін қандай шешім қабылдайсыз? Ана тіліміздің тазалығын сақтай алмасақ, болашаққа қалай жетеміз? Оқушылар
өз жауаптарын ықтимал жауаппен салыстырып көреді және тапсырманы орындау барысында суреттегі ерекшеліктерді алаш идеясымен байланыстырады, мезгіл бағыныңқылы сөйлемдерді дұрыс құрастырады, ойды жүйелі, логикалық тұрғыда аяқтайды. Рефлексия. Активатор 3-2-1 әдісі. Есіңізде қалған 3 мәліметті айтыңыз. Сіз үшін маңызды болған 2 мәліметті айтыңыз. Өмірде қолдана аламын деген 1 мәліметті айтыңыз. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.